жаңа биледік, біреу жұмыстан келді шаршадық қой, иығына массаж жасай келді. Массаж. Ой, жасаңыз. Сіз ажаға адам, ажаға. Енді байда, енді сол адамға қарап айтайықшы. Қазір мен сырт жаққа шыққан кезде, мен семен билегім кеп тұр деп айтайықшы. Мен семен билейін деп айтайықшы. Бәрекелді, айттыңыздар ғой, енді сол қолды көтереміз, елу бар деп. Елу бар, бақытты болсын, тастай барды, судай сіңсін сол өлікке. Сол қолды көтереміз, сол адамның үйіне қоямыз енді. Массаж жасаймыз. Какой билет табатырет. Бәрекелді. Енді биді айтамыз, семен билегім кеп тұрса, мен семен билегім келмей тұр деп. Бәрекелді, рахмет, әзір ғой бәрі. Ал енді құрмет жақсылар. Жалпы адам баласы уақытпен денсаулықтың қадір-қасиетін білмейді ғой. Сондықтан жаңа сөзім башында айтып жатыр. Құдеке, бас құда, құдеке, бауызда құдағы кереметтен тілекпенен баталарымыз ақ болсын, екі жүрек бір-біріне жақ болсын, кереметтен күйеу қолдарымыз адал жар болып, кереметтен құттарымыз сол шеңбетті әулетіне қонған бақ болсын, бір-біріне сезімдері пәк болсын, бір-біріне сенімдері ақ болсын. Кереметтей осы бүгінгі бізді кереметтей күткен осы әулет жаман қылықтан, жат қылықтан сақ болсын деп әминді қошемет ұрайық. Ал енді құрметті жақсылар, ана адам ең нәрсенің қадір-қасиетін білмейді дейді, уақыт пен денсаулықтың, сондықтан ұштап болса, орнымыздан тұрайық, жол жүрейік. Соны айтып отырмын ғой. Кереметтей бүгінгі енді осы асабалық қызмет жасаған, арқатан өрғазақтан таралады, одан кейін құрбатан жол салады, қоңыраттың көтенің ұрпағымын, мамырдың ізбасар тұяғымын, мамырдың қай баласы асабы әнші, сол адамның баласы әрине мен боламын, сөзден екергенің таңдайдағы. Ол да болса Алланың берген бағы, көпшіліктің көңілінен шығып жүрген жаста болса бас асап алаңыз, есінше қабылдасыңыздар. Киелі Түркістан облысы, қасиетті Отырар ауданы, қауын дарбызы тәтті, сүт айраны дәмді, көлі бар. Көлдің үстінен кәдімгі бедөліктен қарасаң, Балтаға ұқсайтын көлі бар. Балтакөл деген ауылдан Есен деген балаңыз мен боламын. Құдаймен қызметім аяқталды. Балалық шағым жалып Балтакөл ауылында өтті, студенттік шағым көшеде боласында өтті. Әскери өмірім Қытай және Қазақстан шекарасында өтті. Одан барынша Құдай еңсе бүгін Құдайкеңнің орнын жаптым жаңағы. Сондықтан рахмет баршаңызға, күткендеріңізге. Алланың назарында болыңыздар, бақытты адамда болыңыздар, әттеңға деген күндеріңізден шіркін-ай деген күндеріңіз көп болсын. Егіненің бақыты, егіненің жақсылығы. Осындай керемет, бұдан да кең дастарханда кездесіп жүрейік. Ең жаман деген дастарханымыз осы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қарасаңыздар, құрметті жақсылар, Еуропа елі болса, Samsung телефон, iPhone телефонға басқан жүр. Африка елі болса, негілер ашықтан сумен мантап қойып жүр. Дұрыс па? Және көрші мемлекетте білесіздер, Құдай сақтасын, соғыс болып жатыр. Неше түрлі жағдай болып жатыр. Соғыстың кезінен өлім мен өмірдің астында жүр. Ал қазақ елі болса, Аллаға шүкір, той-тойлардан қолы босамай жүр. Қазақтың тойы бітпесін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп осындай бейбітшіліктің заманның тыныштықтың арқасы. Ал енді құрметті жақсылар, бата сұрайық. Одан кейін бар, бата сұрап болғаннан кейін бар, кереметтей жаңағы сыйлықты айта кетесіз. Рахмет осы кең дастархан жайып бергендеріңізге мың алғыс. Құдай қаласа дастархандарыңыз тек жастыққа жайылсын. Сіз біздігіңіз ажыралмасын. Алтын көпіріңіз Құдай қаласа одан сайын нығая берсін. Рахмет ата-анасына үлкен рахмет. Ата сізге басын деп рахмет атам. Осындай қызды тәрбиелеп, осындай қызды өмірге алып келгеніңізге мың алғыс. Құдай қаласа барынша сіздеріңіз көңілдеріңізден шығамыз, алақанымызға салып өтеміз деп барынша тырысамыз енді қыздың жағына. Барған жерде Құдай қаласа бақытты ететін қыз болсын, келін болсын, барған жерде тастай батып судай сіңсін. Бар жақсылық тілеймін екі жасқа. Әлемде бақытты көрген бақытты әйел, бақытты ана болжан. Адамның мейірім екі көзімен дейді ғой, көзі өте мейірімді. Келін Құдай қаласа. Көзі алдамайды. Рахмет сіздерге, мың жасаңыздар. Осы Құдай қаласа балдардың қызықшылығын көріп, бірге бақаласың. Ол қыздарыңыздың жақсылығын көруді Алла нәсіп етсін сіздерге. Барлықтарыңыз бақытты жан болыңыздар. Рахмет сіздер, үлкен рахмет. Бізде әр елдің жаңағы салты басқа дейді ғой. Салты басқа дейді. Біз жаңағы келінді түсіретін кезде ағайын үй тоғыз бер жеген мамамыз. Кішігірім сыйлығымыз қабыл алыңыздар. Құдай қаласа кем кетігі болса, құдалық шақырғанда барлық мама сол кезде. Бұл тек қана есік
болғандықтан Ол бастамасы. сәлемдемесі ғана болды десе, Құдай қаласа бұдан да жақсы болады деп ойлаймыз. Құдалықта да көп көріңіздер енді Құдай қаласа. Аз да болса көп те көріңіз. Адамзаттың асылы айтады ғой. Қазығұртта тұрамын, Құдай қаласа келіңіздер, есігім ашық, келіп кетсеңіздер біз бар. Шайым барлығы дайын. Иә. Адамзаттың асылы айтады пайғамбарымыз, бір-біріңе жиі сыйлық беріңдер, және бір-біріңді жиі қонаққа шақырыңдар, сонда сый құрметтен ата өседі дейді. Әйтеуір құр келмек деп осындай сый құрметпен келіп жатыр. Құрметті құдалар, құрметті жақсылар, сонда аз болса көп келіңіздер. Ең бастысы дүние жобасы болмайды. Көңіл ғой, ең бастысы ең жас бақытты болсын. Шақырматыр апа. Патиапшені шақырматыр, патиапшені. Құдеке, бас құда. Екі жасқа, құрметті жақсыларға ақпатаңызға. Екі жас уақытты болсын, өссін, сау болсын, әрдайым жақсы Мен телефонда.